Қасиетті Рамазан айында әрбір мұсылман бір ай бойы ораза тұтады, яғни таңсәреден күн батқанша ішіп жеуден, түрлі жаманшылықтан, күнә істерді тоқтатады. Осыған орай сіздерге пайдалы тағамдар тізімін ұсынамыз. Су. Ораза кезінде суды тамақтанып болған соң ішкен абзал. Алайда күні бойы шөлдеп қалмау үшін сәресінде артық мөлшерде су ішкен дұрыс емес. Құрма. Құрма ислам дінінде киелі әрі пайдалы тағам саналады. Тіпті ауыз ашарды құрмамен бастау дәстүрі де қалыптасқан. Сорпа. Адам ағзасы күніне 2 литр су ішуі керек, ал аузы берік адамның ағзасы су тапшылығына ұшырайды. Сондықтан сорпалы сұйық тағамды ас мәзіріне міндетті түрде қосқан дұрыс. Жаңғақ. Бадам, миндаль және грек жаңғағының адам ағзасына пайдасы көп. Ол күш-қуат береді және құрамында дәрумендер көп. Дәнді дақылдар. Арпа, бидай, тары, күріш, жүгері, қарақұмық та адам ағзасы үшін пайдалы өнімдер. Сұлы ботқасы. Сұлы ботқасын тек ораза кезінде ғана емес, басқа уақытта да пайдалануға кеңес береді мамандар. Сіңімді, жеңіл әрі пайдалы тағамнан бас тартпаған жөн. Сүт өнімдері. Сүт өнімдері айран, құрт, ірімшік сияқты сүт өнімдері кальцийге бай. Жеміс-жидектер. Жеміс-жидектердің пайдасы айтпаса да түсінікті. Олар түрлі дәрумендерге өте бай болып келеді. Көкөністер. Жеміс-жидек секілді көкөністер де дәруменге бай. Тек оның балғын әрі табиғи түрін таңдап алған жөн. Талқан. Талқан көктеген және термо өңдеуден өткен бидай, қара бидай, сұлы және арпадан жасалған өнім. Бұл тағам адамға күш-қуат береді, бір кесе талқан күні бойы тоқ жүруге көмектеседі. Осымен пайдалы тағамдар тізімі аяқталды. Видеоның соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі бұл жерде өздеріңізге қажетті міндетті түрде пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Интернетте де жоқ ақпараттармен бөлісетін боламын. Сондықтан менің каналыммен бірге болыңыздар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.